Қайырлы түн, құрметті достар. Өздеріңізге ультима монетаны қайтадан күнде көрсетуді тоқтатпай жалғастыра берейін деп отырмын. Міне бүгінгі таңда ультима монета 0.64%-ке өсті. Күні бойы ультима 8200-дің ар жақ бер жағында болды. Қазіргі таңда уже біртіндеп өсіп бара жатыр. Қараңыздаршы. Енді қараңыз. Компания ультима төлемдік жүйесін өзінің онлайн платформасының төлемді жүйесі ретінде дамытып жатыр. Қазіргі таңда әрбір өзінің болашағына жан ашитын, болашағына жанұялық капитал жинақтаймын, қалай жинасам екен, банкке салсам ақшам құнсызданып бара жатыр, долларда ұстайын десем, тоже долларда біреудің, бір елдің ақшасы ғой, ол да құнсызданады ғой деп ойлап жүрген менің отандастарым үшін керемет мүмкіндік. Компанияға тіркелмесеңіз тіркелмей-ақ қойыңыз. Компанияның өнімін алмасаңыз алмай-ақ қойыңыз. Хотя бы осы биржаның тілін үйреніп, биржаға тіркелуді, алуды, сатуды үйреніп, неге өздеріңіз, мысалы базарда оптом помидор сатылып жатса, жүгіріп барып бір жерден алып, екінші жерге барып үстіне бағасын қосып сатасыздар ғой. Тура сол сияқты бұл жерден де оптом сатып алып, өздеріңіздің бағаларыңызды қойып, сатып, үстінен ақша табуға болатын керемет мүмкіндікті сіздер өздеріңіздің күдіктеріңізбен жіберіп отырсыздар. Міне, мысалы, мынау смарт түсіп келе жатыр. Дәл қазір, бұл тағы да түсуі мүмкін. Яғни ол түсуі мүмкін, түскеннен кейін көтерілуі мүмкін да. Мүмкін емес, точно көтеріледі. Себебі бұл нарықтың заңдылықтары. Яғни қазіргі таңда нарықтың заңдылығын, криптаның заңдылығын, оның құндылығын түсінген әрбір адам өзіне, болашағына капитал деген ақша деген сөз жинау мақсатында қазіргі нарықта өздеріңізге көрсетіп жатырған, қазір бұл бүкіл барлық шыққан монеталар бар ғой, мынау, мысалы крипта, мысалы мына биткоин ғой, бірінші шыққан, мынау эфириум, бұлардың барлығы уже фундаменталды монеталарға жатады. Тура сол сияқты фундаменталды монеталар міндетті түрде болашақта үлкен өсім көрсетеді. Яғни осылар бізге осындай дара жол салып берді ма уақытысында? Яғни криптаның ақша екенін көрсетті. Қазіргі таңда бүкіл ел криптаны цифрлы актив ретінде заңдастыру процесін қолға алып жатыр. Яғни қазіргі таңда цифрлы актив ретінде сіздердің әр адамның ертең декларация тапсырған кездеріңізде нематериальный актив болып сіздердің қалай деп айтсам екен, декларацияларыңызда нематериальный актив, яғни материальный актив деген қолмен ұстауға болатын, нематериальный деген қолмен ұстауға келмейтін, яғни сіздің нематериальный активіңіз өзіңіздің болашағыңыздың запасы ретінде сіздердің декларацияларыңыздан өз орнын табатын активтар, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан дәл қазіргі таңда осы саланы кім меңгереді, сол өзіне үлкен ақша жинақтайды, құрметті замандастар. Яғни қазіргі таңда осы саланы меңгеруге өздеріңіз үлес қосыңыздар, жан-жақтарыңызға айтыңыздар, ақпаратпен бөлісіңіздер. Себебі қазірден бастап меңгеріп алсаңыздар, қараңыздаршы, пожалуйста, қандай өсім беріп жатыр. Яғни әр адам осылай өзінің санасымен күресіп, санасы жеңсе, яғни сіз жеңілу керексіз санаңыздан. Сіздің санаңыз сізді жеңу үшін барлығын түсіну керек. Яғни біздің санамызбен, біздің жаңағы, қалай деп айтсам екен, біздің санамызбен біздің өзіміз күресіп жатырмыз да қазіргі таңдашы. Өзіміздің миымыз, қазіргі таңда миымызда қорқыныш бар. Яғни миымыз қорқа береді, санаға алға қарай қадам жасауға мүмкіндік бермей жатыр да мидың ішіндегі түп сананы дамыту үшін күнделікті ақпарат тыңдай берсеңіз, сіз де осындай өзіңізге капитал жинақтап, мынау айтып отырған, мен сызып отырған, мысалы, айтуларыңыз мүмкін, мынау не цифра күнде бізге сызып көрсете береді, мынау не анау депші. Яғни сіз осыны не анау деп күнде қарай берсеңіз, сіз соның не екенін түсініп аласыздар да. Сондықтан, құрметті, дәл қазір мен тыңдап отырған замандастар, баршаларыңыздың құлақтарыңызға алтын сырға, мойындарыңызға алтын цепочка,
цепочканың ішінде кулон, қолдарыңызға алтын сағат деп қойсаң да. Кулондардың ішіндегі тасы бриллиант, қазір әлемдегі ең қымбат тас бриллиант қой, иә? Құлақтарыңыздағы сырғалардың кальцосының да бриллиант тасы бар, сырғаларыңыздың да тасы бриллиант, бір сөзбен айтқанда, сіздердің алдарыңызда үлкен мүмкіндік тұр. Сол мүмкіндікті ертерек пайдалансаңыздар, өздеріңіздің жанұялық капиталдарыңызды жинақтайсыздар. Жанұялық капитал деген өздеріңіздің болашақтарыңызға, мысалы мен қазір 50-демін, мен сияқты өздеріңізге, мен енді 40-қа өзіме жинап жатырған жоқпын, но болашағыма жинаймын деген 1000% сенімім бар. Себебі мен өзімді жан-жақты жаңағы әрекет жасап жатырмын. Қай жерде маған мүмкіндіктің көзі бар, мен сол жердемін. Қай жерде маған мүмкіндік көрсетіп жатыр, мен сол жерде, мен отырған жоқпын жылап. Ана жерде менің монетам түсіп кетті, маған ол монета кім береді, осы бизнеске мені кім шақырды, мен сені өлтіремін деп пышақ алып жүгіріп жүрген жоқпын мен. Мен қайта ол бизнеске шақырған адамға рахмет айтып жатырмын. Маған қандай мүмкіндікке жол көрсетті ол адам деп. Яғни сізде тура сол сияқты осы ақпаратты қабылдасаңыз, сіздің санаңыз ашылады. Осы ақпарат сіздің санаңыз ішіне кіреді. Содан кейін ана не дейді, мясорубканы айландырып отырған кезде еттерді салып фарштар шығарады ғой. Сол сияқты ақпараттарды миыңызға салсаңыз, сіздің миыңыз сізге ақшалар шығарады ғой. Түсіндіре алдым деп ойлап тұрмын, иә? Яғни қазірден бастап сананы дамытуды бастаймыз. Бастамағандар болса, бастағандар болса жалғастырамыз. Ары қарай жалғастырып жатырғандар болса, одан ары қарай еселейміз. Бір сөзбен айтқанда, тек қана алға ұмтылуды жалғастыра береміз. Міндетті түрде жетістік сізді алдыңыздан шығып, міндетті түрде сізді қарсы алатын болады. Жетістік сізді қарсы алады. Яғни біз қазір өзіміздің энергиямыз қолымызда тұрған кезде, күшіміз бойымызда тұрған кезде, біз міндетті түрде өзімізбен өзіміз күресіп, өзіміздің болашағымызға капитал жинақтаймыз. Менің видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, өз ойларыңызды комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай ақпарат іздеп жүрген жандарға міндетті түрде бөлісуді ұмытпаңыздар. Себебі бұл ақпарат сіздер үшін маңызды. Себебі сіздер бұл саланы түсіне алмай әлекке түсіп жатырсыздар. Мен оны біліп тұрмын да. Мына жақтан отырып, сіздердің соны түсінбей жатқандарыңызды сезіп отырмын деп қойсаң. Сондықтан, құрметті достар, подписаться кнопкасын басыңыздар, егер тіркелмеген болсаңыздар. Менің подписчигімді давайте 1000 подписчикқа көтерейікші, бәріміз жабылайықшы. Мен енді бұйырса өзімнің жақсы көретін салаларымды біртіндеп өздеріңізге плюстарын, қай жері бізге керек жақтарын прям талдап жеткізіп отыратын болам. Дәл қазіргі таңда мен сіздерге жеткізіп отырған ақпарат, бұл қазіргі таңда өзінің смарт блокчейні бар, өзінің төлемдік жүйесін дамытып жатырған, өзінің смарт койн деген материнский монетасын дамытып отырған интернет нарығындағы теңдесі жоқ онлайн платформа. Яғни бұл сала, бұл бағыт құбылмалы нарықтан құралады. Бұл саланы кім түсінеді, сол жасайды. Егер сіз үшін бұл лохотрон, бұл пирамида болса, пропустить деген кнопканы басып өтіп кетіңіз. Себебі сіз әлі өзіңіздің санаңызбен әлі күресіп, санаңыз сізді жеңген жоқ, сіз санаңызды жеңіп жатырған адамдардың қатарындасыз. Оны мен сізді көрмесем де айта аламын, себебі ондай сатыдан мен уақытысында өткен адаммын. Сондықтан мен сияқты ертерек сондай сатыдан өткілеріңіз келсе, күнделікті өзіңізді дамытуды жалғастыра беріңіздер.